Канада Уэйбосты ашамыз. Бүгін жазулармен жұмыс жасаймыз. Бірінші провинциядан бастаймыз. Және провинциядан оң жағымен басып, Label Features және написать объекты басамыз. Басқа деген қарасақ, провинциялардың барлық атаулары шықты. Кейбір провинциялар 2-3 жерден қайталанып шығып тұр. Мысалға, Нунавут алатын болса, Нунавут 1, 2, 3, 4, 5 рет бөлініп жазылып тұр. Дәл солай тағы да Northwest Territories, яғни бұл 2 рет жазылып тұр. Newfoundland and Labrador, бұл да 2 рет жазылып тұр, яғни 2 бөлікке бөлініп тұр. Яғни әр бөліктері бөлік жазылып тұр. Енді бұл жерден қарайтын болсақ, New Brunswick, Prince Edward Island, және де Нова Скотияға қарайтын болсақ, Нова Скотия 2 рет жазылып тұр мысалға. Және де Prince Edward Island бұл кішкентай болғаннан кейін жазуы нені сыртынан шығып тұр. Яғни островтың сыртынан шығып тұр. New Brunswick дәл солай жазуы жаңа провинция сыртына қарай шығып тұр. Енді Принц Эдуардқа жақындататын болса, Принц Эдуард кішкене орталары жылжыды. Және де Нова Скотия 2 рет жазып тұр. Нова Шотландия. Егер де картамызды алып жылжытатын болса, жазулар да бірге жылжиды. Яғни бұл әр провинцияның атауларын көрсету үшін. Мысалға, сол қарыта жылжитын болса, Квебек мына бөлігіне 2 рет қайталанып, даже 3 рет қайталанып шығып кетеді. Яғни Квебек мында 1 рет жазып тұр, үстіңгі жағында, және де мына бөлігінде тағы да 1 рет жазып тұр. Яғни әр бөлікті жазуын көрсетеді әр провинцияның. Енді осы қайталанған, мысалға мына қайталанған жазуларды алып тастаймыз. Ол үшін провинцияның свойствосына кіреміз. Labelsқа басамыз, яғни бұл надписіға басамыз. Және де мына жерде неше түрлі кластар қосуға болады. Жаңа кластар қосуға болады. Келесіна текст, жаңа жазу неге байланысты шығады. Қазір бізде таблица атрибут қарайтын болсақ, қазір name столбигі бойынша бізде жазулар жазылып тұр. Келесі текст символ, яғни жаңа жазуға байланысты бұл әріптердің шрифттары, размері, түсі, жирный, полужирный, және де қандай символмен жазады, мұнда таңдауға болады. Мұнда placement properties дейді, бұл жерде жаңа жазулар қалай орналасуын келтіруге болады. Scale range, бұл жерде диапазон масштабы, үшінші жаттығуды аэропорттарға қойған болатынбыз, дәл солай бұл жерде де қоюға болады. Белгілі бір масштабтарда көрінетін деп жасауға болады. Енді қазір біз қайталанып тұрған жазулар кетіру үшін placement propertiesға басамыз. Мұнда polygon setting, яғни жазу қалай жазылатыны жазып тұр. Яғни горизонтально по прямой және түзу жазылады. Оны PSV inside полигон, яғни тек қана полигон ішінде деген сөз. Енді төмен жағында дублирующийся надписи, бізге удалить дублирующийся надписи деген таңдаймыз, және remove duplicate labels, қайталанған жазуларды алып тастаймыз. Окей. Применить деп картамызды қараймыз. Карта қарайтын болсақ, Нунавут не 1 рет жазып тұр. Нова Шотландия, Нова Скотия тоже 1 рет жазып тұр.
Енді келесі провинцияның таблица атрибутын ашып қараймыз. Бұл жерде проф бағанасында провинциялардың қысқартылған атаулары жазып тұр. Яғни BC деген бұл British Columbia дегенді білдіреді. AB деген бұл Альберта. Яғни name'да бізде провинциялардың толық атаулары жазып тұр, а профта қысқартылған атаулар жазып тұр. Яғни қазір қысқартылған атауымен жазып шығамыз. Ол үшін провинцияның свойствосына кіреміз. Label of field деген бұл жерге prof деп ауыстырамыз name'нан. Применить окей. Енді қарасақ, провинциялар қысқартылған атаулар және екі әріптік атаулармен шығып тұр. Біз осыға дейін провинцияның свойствосына кіріп өзгерткен болатынбыз. Енді лейблинг инструменттерін қосып, сол арқылы жұмыс жасаймыз. Яғни Customize арқылы қосуға болады. Customize, toolbars, labeling галочка қоямыз, немесе аркмаптың жоғарғы серый сұр тұсқа мышканы оң жағымен басып, labeling галочка қойса, бізге инструменттеріміз шығады. Яғни мен инструменттерді мында қойып қоям, маған ыңғайлы болу үшін. Бірінші бұл жерде менеджер надписи, яғни label менеджерді басамыз. Label менеджер ашуда, бұл жерде label classes деген жер, яғни классы надписи бұл жерде барлық сөйлеммен жұмыс жасауға мүмкіндік береді. Қазір қарасаңыздар, тек провинцияда ғана галочка қосылып тұр, яғни провинцияға ғана жазулар шығып тұр. Әр слойдың астында по умолчанию дефолт шығып тұр. Енді провинцияның дефолтын белгілеп алып, текстін өзгертеміз, яғни бұл жерде текст right, бұл жерде профпен жазып тұр бізде, яғни профпен тұра берсін. Текстовый символ, яғни бұл жаңа шрифттарды өзгертеміз. Цветін өзгерту үшін 9-шы строка, 3-ші столбец, яғни бұл жерде ноутбуктан таңдаймыз, бұл жырны қоямыз. Және де шрифтін 8-ден 6-ға өзгертіп қоямыз. Применить, apply. Енді картамызды қарайтын болсақ, жазулар және өзгерткен түске бояуды, және де шрифті кішкене кішірейді. Енді келесі placement properties'ға өтіп, мында on WPS label inside полигон, яғни жазу тек қана полигон ішінде болатындай қылып өзгертеміз. Окей. Енді қарасақ, мына жерде Бринц Эдвард және де Нова Шотландия жазулары жоғалып кетті, яғни олар полигон ішіне сыймай тұр. Оны көру үшін, жазылмай қалған жазулар көру үшін, мында лейблинг инструменттерін ең соңғы инструмент таңдаймыз, яғни view unplaced labels, то есть показать неразмещенные надписи деген инструмент. Соған баратын болсақ, бізде жазылмай қалған жазулар қызыл түспен белгіленіп көрсетеді, яғни бұл жерде PE, Принц Эдвард, және де NS, жаңа Нова Шотландия, Нова Скотия деген. Осылар шықпай тұр бізде. Енді қайта менеджер надписиға кіріп,
жаңағы қойған галочкамызды алып тастаймыз, яғни on web place label inside polygon, яғни жазуының ішінде жаңағы галочканы алып тастап едік, жаңағы Принц Эдуард пен Новая Шотландия екеуінің жазулары шықты. Енді келесі крупные города, реки, озера, национальные парки. Сойларын қосамыз. Енді қарайтын болсақ, мына жазуларымыз мысалы СК кішкене нені национальный парктың үстіне шығып тұр. Және де мына жаққа қарайтын болсақ, Принц Эдуардқа қарайтын болсақ, қала жаңа жазуды жауып тұр, яғни перекрывать етіп тұр. Енді осыны жөндеу үшін, яғни бір-бірінің үстіне жауып қалмауымыз үшін біз салмағын береміз, яғни весін береміз. Яғни менеджер надписи инструмент үшінші инструментке басамыз, label weight ranking. Бұл жерде крупный городаға high, реки high, озера high және де национальный парки high, яғни бұл сойлардың значимости көбейеді, яғни вес, высокий вес болады. Применить. Окей деп қарайтын болсақ, мінекей СК кішкене сол жаққа қарата орналасты, яғни біріншісінің жаңағы СК жазуы национальный парк жауып қалған жоқ. Және де Принц Эдуардтың жазуына қарайтын болсақ, қаланың значогының үстіне тұрмай, кішкене шетке қаратай тұрды. Келесі менеджер надписіға өтеміз. Провинцияға басып, он жақта add label класс, яғни добавить класс надписи деген жерге крупномасштабный деген класс қосамыз. Яғни ірі масштабты жазуларға жасау үшін добавить, яғни add. Мен бізде міне шықты. Енді дефолтты переименовать етеміз, яғни атын өзгертеміз, дефолтты мелкомасштабный деп. Окей. Яғни бізде провинция екі класс болды, бірі мелкомасштабный және де крупномасштабный болды. Енді бірінші крупномасштабный өзгертеміз, яғни крупномасштабный деп өзгертеміз. Яғни бұл жерде текстті провинция емес name-ға өзгертеміз, яғни ірі масштабта провинцияның атаулары толық көрсетілген деп жасаймыз. Размер тексті 6-дан 10-ға келтіреміз, себебі жақындатқан кезде шрифт кішкене үлкенірек болу керек. Және де полужирныйды алып тастаймыз. Так, расположениесін placement properties'қа басып, символға басамыз, символды өзгертеміз. Текст символға басамыз. Edit символ.
келесі қазір generalда тұр, біз formatted text дегенге басамыз. Яғни форматирование тексті деген сөз бұл жерде символдардың жаңа жазулардың бұл әріптердің арасындағы арақашықтығын өзгертеміз. Бұл жерде характер снайпинг деп тұр. Бізде 0-ді 0-дан 48-ге өзгертеміз. Окей. Применить деп қараймыз. Яғни картамызды қазір бізде провинциялардың атаулары толық және қысқартылған шығып тұр. Қазір масштабтар тек толық провинцияның толық атаулары ірі масштабта шығатын деп өзгертеміз. Мелкомасштабныйға жазамыз. Бірінші мелкомасштабны қойып. Scale range. Бұл жерде don't show labels when zoomed деген, яғни не показывать надписи. Крупнее, яғни ең бұл жерде 15 миллион деп қоямыз. Окей. Енді крупномасштабныйға өтеміз. Scale range не показывать. Out деген жерде 14 миллион 999. Окей деп басамыз. Яғни қазір бізде 31 миллиондық масштабта провинциялардың қысқартылған атаулары шығып тұр. Егер де 15 миллионнан ары қоятын болсам, мысалы 10 миллионға қойсам, провинциялардың толық атаулары шығып тұр. Менеджер надписиді қайта ашамыз. Енді қазір қалалардың жөндейміз. Қалалардың атауларын жазуларын. Менеджер надписиді бастық. Крупный городардың жанына галочканы қосамыз. Яғни дефолтқа басып. Мына жерде placement properties'тегі байқасаңыздар, мұнда бізде мынандай 9 кубик шығып тұр. Номерлармен тұр. Жаңағы ортасы нүктеміз болады. Яғни бұл қаламыз. Соның жаңағы орналасуы. Бірінші сан жерде орналасады. Яғни жоғары жақтағы 10 жақтағы жерге орналасады. Егер оған сыймаса 10 жақ төмен жағына немесе жоғары жағынан сол жағына қойылады. Текст деген жерде бұл жерде name тұрады, яғни name болып қалсын. Окей. Яғни қалаларым жазып шықты. Показать неразмещенные надписи басатын болсақ, бірнеше қалаларымыз бізде көрінбей тұр. Яғни бұл Торонто, Ванкувер жақта жазуларымыз шықпай тұр бізде. Яғни бұл жерде барлық қалалар жазылған. Енді осы жазулар етеміз, енді тек қана астаналар жазатындай. Менеджер надписіға қайта кіреміз. Қазір тек астаналар жазатындай жасаймыз. SQL
query'ға басамыз, яғни крупный города берілген тұр. SQL. Бізде capital, яғни астына capital болады. Равно, яғни тек астаналар көрсету үшін get unique values, яғни n, y, n деген не столица, y столица, яғни y-ті таңдаймыз, секрет басып. Окей, применить окей деп қараймыз. Енді қараса, тек қана провинциялардың астаналары бізде жазып тұр. Енді қараса, бізде кейбір қалалар шықпай қалған екен, мысалға Эдмонд қаласы шықпай тұр. Енді осы Эдмонд шығатындай ғып жасау үшін менеджер надписіға қайта кіреміз. Және символ қазір жөндейміз. Текстқа бұл жерде түсін өзгертеміз. Грей 60. Размерін 8 тұр. 8,25 деп жазамыз. 8 өтірі 25. Пол жирный. Символға басамыз. Свойствосына кіреміз, яғни edit символ. Қазір женера тұр, женерада маска. Маскаға келтіріп аламыз. Маск. Стайлдан ноннан галуға ауыстырамыз, және де галан размерін бірге келтіреміз. Окей, окей, окей деп шығып кетеміз. Яғни бізде 3 қала шықпай тұр. Шығу үшін весін өзгертеміз, яғни Web-Wide Rankingға басып. Бұл жерде Азераны среднийға ауыстырып көрейік. Medium. Применить. Десек те шықпай тұр. Егер шықпай тұрса, басқасын жазып көреміз. Яғни Торонто шықты. Эдмонд пен Фредериктон дейді. Осы екеуі шықпай тұр. Яғни қайтадан 5-қа келтіріп. Так, Рейкиді среднийға ауыстырайық. Применить. Эдмонттан шықты. Так. Крупный городан медиумға қоятын болсақ.
барлық қалаларымыз шықты. Және осылай бесін өзгерте отырып жазулардың барлығын шығаруға болады. Келесі жазулардың қазір позицияларын өзгертіп көреміз. Менеджер надписі ашамыз. Так, крупный города. Белгілейміз дефолт. Енді мына жерде placement propertiesқа қарап, location'ды басамыз. Және позицияны өзгертуге болады. Қазір бізде предпочтительно справа, лучше снизу деген шығып тұр. Справа сверху деп шығып тұр. Бұны басқаға ауыстырып көреміз. Right оң жақта, right only, prefer bottom. Яғни справа лучше внизу дегенге ауыстырып көретін болсақ, қалай шығады. Яғни бізде бұлай шығып тұр. Яғни бізде Фредрикон шықпай қалды, яғни бір қаламыз жоқ болып кетті. Жаңа шығып тұрған. Жаңағы орнына қоямыз. Жаңағында болғанға. Яғни менеджердің надписіға кіреміз қайтадан. Басында болғанға қайтып қоямыз. Prefer top right all allowed. Окей, применить. Окей. Барлық атаулар шығып тұр. Енді қазір өзендерді жазуларын жазамыз. Яғни оны фрейм арқылы жасауға болады. Немесе рекеға басып написать объектті бастық. Енді фрейм арқылы свойствосына көруге болады. Немесе менеджер надписті шығаруға болады. Яғни слайыға оң жақпен басып отырып, лейбелинг, лейбл менеджерға басамыз. Реки. Символ селектор, яғни символды өзгертеміз. Бұл жерден river деген тауып аламыз, яғни өзендер жазатын стильді келтіреміз. River, окей. Применить басып қараймыз. Яғни бізде өзендер жазып тұр, бірақ түзу жазып тұр. Позицияның жерде бізде above тұр, яғни над рекой, өзен үстінен жазып тұр. Оны на линияға басамыз, или под дегенді басамыз, яғни шөне де галочка қоятын болсақ,
применить деп картамызды қараймыз, яғни жазуымыз бізде ары қарай жазып тұр, бір жерде үстінен, бір жерден астынан жазылып тұр. Свойствосына кіреміз. Properties. Мына жерде position. Мына жерде page деген шығып тұр, яғни бұл жерде страница. Page емес, бізге линия деп жазатын болса, үстінде және астындан көрсете алады. Отменаға басып шығып кетеміз. Енді ориентация, orientation. Параллельнадан вдоль линии, яғни көріп дегенге ауыстырамыз. On the line мен below'ды өшіреміз, яғни өзеннің үстінде ғана жазылатындай қылып. Применить. Окей. Яғни өзенге қарайтын болса, жаңағы өзеннің жазулары, атаулары өзеннің сызығының бойымен жасалып тұр. Осымен бітті, картамызды сақтаймыз. Save as my Canada labels деп сақтаймыз.